заңды терминдерге қарайтын болсақ, зайырлы мемлекет пен діннің бөлінуі деп түсінеміз. Бірақ зайырлық дінге шектеу қойылмайды. Қазір өкінішке қарай кейбір діни ортада жүрген жастарымыз немесе жаңағы әсіресе діншіл азаматтарымыз зайырлық деген ұғым болмау керек, шариғи ұғым болу керек деп жатады. Себебі ол мемлекет діннен бөлінуі мүмкін емес, яғни заңмен емес, шариғатпен басқарылу керек дегендей. Бұл енді мен ойлаймын қате түсінік деп. Себебі біз Қазақстан Республикасы егемендігімізді алып, тәуелсіздігімізді алған күннен бастап ең басты құндылық азаматтардың ар-ождан бостандығына кепіл бере отырып, зайырлы мемлекетімізді құрдық. Осы зайырлы мемлекетті құру, таңдау нәтижесінде біз бүгінгі күні әлемде өз орнымызды алып келе жатырмыз. Яғни біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет, мемлекет діннен бөлек дегенде діни бірлестіктердің ішкі қызметіне, ішкі мәселелеріне, діни канондарға, шариғи құқықтарға араласпайды. Ал мемлекет әрбір азамат, қазақстандық азаматтың діни нанымына қарамастан оның құқығының қамтамасыз етілуіне кепілдік береді. Бұл Конституцияда жазылған, заңымызда да діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңда да жазылған. Енді діни бірлестік өкілдері де мемлекеттің ішкі ісіне араласпайды. Бірақ мемлекет, зайырлы мемлекет болып діннен бөлінгенімен, мемлекет діни наным, сенім бостандығын тағы айтам, сақталуын қамтамасыз етеді. Яғни заңмен қорғалады діни бірлестіктердің құқықтары, және де ол азаматтардың ар-ождан бостандығына шектеу қойылған жағдайда немесе азаматтардың ар-ождан бостандығына, құқықтарына, намысына тіл тигізген жағдайда мемлекет оны заң аясында қорғайды. Сондықтан да мен ойлаймын, мемлекет, зайырлы мемлекетте мемлекет діннен бөлінгенімен бұл барлығы екеуі ұштасары сөзсіз.